Сәлем, достар. Ертегі тыңдауға дайынсың ба? Онда шайыңды ала отыр да, ертегінің сиқырлы әлеміне бірге аттанайық. Жазылып қой, келесі ертегіні жіберіп алма. Бір күні алыстағы бір ауылда Айза есімді қыз өмір сүрді. Ол кішкентай кезінен бастап ерекше мінезімен, ізденгіш ақылымен және жүрегіндегі мейіріммен ерекшеленетін. Айза күн сайын табиғатты зерттеп, кітап оқып, айналасындағы адамдарға көмектесуге тырысатын. Оның арманы бір күні үлкен қалаға барып, білім алып, туған ауылына пайдасын тигізу еді. Ауылында көп адам оған, қыз балаға оқу не керек деп айтатын. Бірақ Айза ешқашан мойымады. Әр сөгіс оның жігерін арттыра түсті. Ол кешке дейін сиыр сауып, үй тірлігін жасап, түнде шам жарығымен кітап оқитын. Айзаның табандылығы мен арманының күші бір күні шындыққа айналды. Ол ауылдағы ең үздік оқушы ретінде облыс орталығына оқуға жолдама алды. Қалада өмір сүру оңай болмады. Бірақ Айза қиындықтарға қарсы тұрып, өз мақсатына ұмтылды. Ол тек жақсы оқып қоймай, әр түрлі қайырымдылық жобаларға қатысып, адамдарға көмектесті. Бір күні ол жыл студенті атанып, өз мектебінде оқушыларға мотивациялық дәріс өткізді. Ол кезде бүкіл ел оны таныды. Жылдар өте Айза шетелде білім алып, туған еліне қайта оралды. Ол ауылына мектеп кітапхана, қыздарға арналған білім беру орталығын ашты. Сол жерде ол әр балаға армандаудан қорықпа. Егер сен жүрегіңмен сенсең, бәрі мүмкін деп айтып отыратын. Айзаның өмірі мыңдаған қыздарға үлгі болды. Ол бір адамның өзгеріске бастау бола алатынын дәлелдеді. Айза тек батыр қыз ғана емес, жүректегі шын арманына жеткен нағыз тұлға еді. Қымбатты достар, ертегіні оқығандарыңызға рахмет. Егер сізге осындай мағыналы оқиғалар ұнаса, арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Келесі әңгімеде кездескенше